сіз енді түрмеде отырып кейін қажылыққа барған адамсыз, иә? Түрмеден шыққан қажысыз ғой, былайша айтқанда. Иә, жоқ, ол бардық қой ол. Өмірде түрлі қиындық болады ғой. Иә. Жылқыны да бақтыңыз, білекті жігіт болдыңыз, күш-қуат бойда тасып тұрды. Жолдасыңыз қайтыс болды, иә? Қайтыс болды, балам. Енді мынандай жас кезде күш-қуаты тасыған жігіт тағы бір мәрте шаңырақ көтеру көтердім ғой, балам. Кемпір қайтыс болған, бір кемпір алып ғой. Мен ондай адам емеспін ғой, сүмірейіп. Ойбай, кемпірім өлді. Қазір де басқа кемпір аламын тағы да. Не болды? Мен күшім қуатым бар ғой. Неше кемпіріңіз бар сонда? Бір кемпірім бар қазір. Өмірде неше рет үйлендіңіз сонда? Сол, 2 рет қой, балам. Алғашқы жұбайыңыз қайтыс болды? Иә, сол артыншы сол 40 бергесін-ақ мен кемпір алып алдым. Мен неге отырам, мен неге отырым керек ғой, сүмірейіп. Күш-қуат бойда тасып тұр. Мен арыстанмын ғой, мен неге отырым керек сүмірейіп. Кемпірім өлді деп. О таспен тартып, неге отырым керек өрді. Мен ары қарай Алла саған денсаулық беріп тұр ғой, мен малымды баға беруім керек қой. Күш-қуат бойда тасып тұр. Болса да ғой, балам, Құдай-ау, күш мында жетіп тұр ғой, Құдайға шүкір. Ондай адам емес ғой, мен сүмелек. Ондай сүмелек дейді балам. Ойбай, анау болды. О, ана аққу құсап парым өлді, мен енді бітті сүміреп өлетін адам емеспін мен. Тоқала алмайсыз ба? Жоқ, енді бұл кемпір қайтыс болса тағы да аламын біреуін. Не қылмаймын? Тоқтамайсыз. Тоқтамаймын. Өйткені маған қарайтын адам керек қой, мені қарайтын адам керек. Мен ол барып ойбай келіннің алдында қашан шай береді екен деп отыратын адам емеспін мен. Мен өзімнің кемпірім болу керек қасымда. Қалай таңдайсыз әйелді? Ойбай, о жағын енді айтпаймын мен, о жағы секрет. Бірақ мен медик аламын. Мен кемпірім де медик болған. И тағы да медик алдым. Дәрігерлі әйелдер. Дәрігер аламын тек қана. Мен жай қатынамаймын мен. Жақсы. Енді сіз айтып отырмын ғой, жаңағы білекті жігіт болдыңыз, қасқырмен алысқан, жылқының құлағында ойнаған. Бүгінгі ер жігіттерге, жас жігіттерге не жетіспейді? Балам, былай ғой. Адам мына өмір адамға бір-ақ рет келеді ғой, балам. Адам түнімен балам ойлану керек. Айтады ғой, балам, 3 жылдығын ойламаған мына еркектен бездейді. 3 күндігін ойламаған қатыннан бездейді. Әйел адамның өзі бір ертең бір 2-3 күнде істейді, планы болу керек қой, балам. Мына телефонды қарап отыра бермеу керек қой, соның не мына өсектерді. Ер адам ертең не істесем екен, арғай не дамытсам екен. Мен өзім қазір соны ойлап жатырмын қазір. Түнімен ойлайтын, мысалы, ары қарай мынаны жұмысың сен дамытуың керек. Былай ғой, балам, 1000 қойдың бастайтын бір ана серке болады, балам. Адам сондай болу керек өмірде. Көзің жұмылғанша сен елдің алдында болуың керек. Көшбасшы. Өмір бақи сен көшбасшы болуың керек. Алла тағала күш берді ма, ылғи сен алдында болуың керек. Сенен ана үлгі алу керек. Балаларыма сөйтіп